Абай облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Талғат Молдабеков облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында медициналық көмекті ұйымдастыруды жақсарту үшін елеулі жұмыс жүргізіп жатқандығын атап өтіп, басқарманың алдағы жоспарымен бөлісті. Қайырлы күн, құрметті отырыс қатысушылары. Абай облысының халыққа ведомстволық бағынысты 306 денсаулық сақтау субъектісі медициналық көмекті көрсетеді. Облыс бойынша 3679 стационарлық кереует төсек, оның ішінде 3162 төсек орын мемлекеттік және 517 төсек орын мемлекеттік емес мекемелерде орналасқан. Бүгінгі таңда медициналық ұйымдарда 8559 медицина қызметкері, оның ішінде 2164 дәрігер және 3395 орта бойында медицина қызметкерлер жұмыс атқарады. Дәрігерлік кадрлардың тапшылығы негізгі бағыттар бойынша қазіргі кезде 69 маманды құрайды. Талғат Молдабековтың айтуынша, денсаулық сақтау басқармасы сәбилер мен аналар өлімінің көрсеткіштерін төмендету бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Жаңа перзентхана бойынша тікелей эфирден әріптестерімізден сұрақ келді. Біздегі қалалық перзентханасында әр этажда кислородный подушка біреу ғана. Осы мәселе қалай шешіледі? Яғни бір этажда 2 рода, 3 рода қатар болған кезде кислородный подушка жетпейді. Осы мәселе биыл шешіле ме? Тағы да көбейе ме? Қосымша келмей ме? Осы сұраққа жауап берсем, мына жаңада капитальный ремонт болып атқан зданияда централизованный кислород болады. Басқарма басшысының айтуынша, жоба шеңберінде Семейде қан орталығы, 400 орындық облыстық көпбейінді аурухана және 200 орындық көпбейінді балаларға арналған медициналық нысан салынбақ. Сондай-ақ қаланың оң және сол жақ ауылында 300 келушіге арналған емхана бой көтереді. Айта кетейік, алдағы уақытта істен шығып тұрған перинаталдық орталық жаңартылмақ. Я вам точную цифру могу сказать о том, что 65 объектов будут построены заново. Это взамен устаревших зданий, приспособленных зданий. Из них, как я выше сказал, 10 врачебных амбулаторий, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и 40 медицинских пунктов. По оснащенности автомобилей скорой медицинской помощи я могу заверить, что все автомобили скорой медицинской помощи оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и изделиями медназначения. К сожалению, изношенность составляет больше 70%, поэтому сейчас рассматривается вопрос о приобретении автомобилей скорой помощи в лизинг.